Достар, бұл ана видеоның жалғасы. Бүгін біз жалғастырамыз екінші бөлім. Анығырақ айтқанда, 4-ші бөлімнің екінші бөлімі. Жалғасы соңғы рез көтереміз, сосын Астананың қашты максималды. Тұмау дәрт. Тәңкім ауырып отыр, тұмаумен. Шымкентте ауырып отырмын. Сақталу. Қалмая барлығын орнына келтірдік. Жақын маңда емхана салым. Біздер бірсі қатып тұру мүмкін. Бұл нормально. Астана деңгей 9-ші деңгейде тұр. Әскери академия деңгейде генералдар деңгейін. Жоғарғы сотта ерсетсек достар. Жоғарғы сотта ерсетеміз. Жоғарғы сот десең аштап жасақ өзімізге жақсылық тұр. Тұратын боламыз. Жоғарғы сотта ерсетеміз. Тоқтар, неме дейді? Жарайды. Өтпейміз. Ресейдің аймағынан. 85-ші жылға қарай дамытып тастадық. Енді әскери академияға штабы не қалды? Жоқ, қойш. Генералдарды көтерсек, генералдардың кейін атын көреміз. Жылға қарай көтертеміз. 90-ші жылға қарай көтеріп ақша жинап көрейік. 90-ші жылдан кейін көреміз арада не алады. Тоқта, қайдағы түсірген өте нашарды тұрсау. Генерал барлығын көшті көріп қой. Маған соғыс ашқысы жатыр ғой. Қарым-қатынасымыз нашарда кетті. Астана сайда. Астанасы нокос болып кетті. Ташкент ше. Қыстан алыпты. Нифига ірікш. Біз алықшымыз. Айттым ғой достар. Ой, тегемен соғыс ашты ғой. Біз бұған даже дайын болмадық, ё-моё. Жалаштамыз енді. Офигел, что рұқсат скіретін. Көршіңнің. Түркмендермен бірге? Ман түркмендер бірге шабуыл жасап кетті. Бұны дұрыстау керек. Жарайды, сөйтіндер көршілер. Мен сендерді аямаймын. Дұрыс айтасыңдар. Шын айтам. Мен жа білген жоқ. Білсем мұндай болмаушы еді. Жоқдар, білмесен. Просто Астана көтер қылдым, Астана деңгейін. Соғыс болама болмайым, уже айтар, білмегенсің ғой. Уақыт жасы көбірек келер.
Сен неге қарым-қатынасыңды нашарлап жатыр десем, достар, бұл жер... Ей, не болды? Және жер тұр қалдық па не? Екеу ара... Ары көріп тұрғандарыңыздай мен одаққа кіргім келеді, бірақ ол нәтижесіз болады. Олар мені одаққа кіргізбей қояды. Бірақ қарым-қатынасым жақсы болса да, олар әтеге төмендетеді, 2-3 рет соғыс ашып жібереді маған. Кенексің дұрыс ұмытпай. Қапылынды. Кенеге қателікті қайталамаймын енді. Түсінгенім, достар, ешқандай көрші дос деген нәрсе жоқ. Қорғандар саламыз бүкіл жерімізге. Қорғандар саламыз бүкіл. Сатқын. Адам күші бізге не үшін қажет, айтшы маған. Адам күші керек жоқ бізге. Уже адам күші керек жоқ. Сәуір 82-ші жыл тікте болған жоқ болатын, сондықтан 82-ші жыл дайындаламыз. Ары көреміз не болды. Мен дайын болған жоқпын өйткені оған. Көршілерім. Армия қалай кірді кірген? Армияны түсінбей тұрмын.
одақ құрмаймыз. Қорғаныс келісім. Йоу. Не істейміз? Қабылдаймын. Не істейміз? Қазір соғыс ашады. Жоқ, нормально. Қарым-қатынас өлшеп тұру керек. Өлшемесең ары арттан келуі мүмкін. Сондықтан да армияны қатайту керек. Қазіргі таңда бізде жоспарлығы бар. Армияға не қатайтуға не қалсын. Сила қалай істеуші еді ғой. Астамыз емес. Барлығын кештеушіміз. Ақшамыз жете ма дейсіздер? Барлығын қамту. Үлкен жерімізден айырылып тұрғанда сіздің әскерімізді азайта алайық. Бұл бөлім ұзақ болып кетті, достар. Барлық армиян бұл аймаққа жасап шықтық. Ауыл аймағыңды ботатайладым. Алтын дәуірін қайтейін айтшы. Біз өз өзімізге тұра алмай қалсақ. Әскерімізді де қамту керек. Қалай әскер шақырды? Тәбеттің өзгеруі байқоңыр уақытынан кейінгі жаңа апасыздық тенденциялар Еуропа жарты қойшы. Неге мне келісіммен қол қойым? Көршілерге сенім жоқ екен түсін. Отырмын ғой типичер. Пидороздар. Сен істерін осымыз, сука. Тотыр. Остаймыз. Түсінбедім не деген. Кеңес жүр қой. Азғалыс жылдамдасыз. Дайын болу керек не нәрсеге достар. Жай айтқанда өз көршім. Қалай әскер қатайту керек екенін түсінбейміз. Провинция. Жаңа әскер жазып тұр.
башлагыз. Мына әскери дивизиямызда 13 мың адам. Түсінбедім, не істедім, бірақ көтеріп тастадым. Мына армияларға апарамыз. Дивизия жасадым мен, короче. 2 дивизия жасадым. 2 дивизия жасадым. Зачем бомбалаушылар тупой әскер атайды? Бұл әскермен қазір мен Грузияға шабуыл жасадым. Дайын болу керексіздер, достар. Бұл ойында не нәрсе? Не нәрсеге дайын болыңыздар. Мен өзім де ойлаған жоқ. Өзбекстан шабуыл жасады. Келеміз. Назан сұраймын. Рұқсат, конечно. Украина басуым ба? Мен ұйықтап жатқан ба? Крымда барайықшы. Крымнан болды айлаған. Орташа танктар. Сардаламыз. Останавливать ливер. В какой чертах же аскерный ехать? Осымен бүгінгі бөлім бітті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.